бала тамаққа келмеді ау. Қайда жүр екен? Абай! Абай, қайдасың? Тамаққа кел, Абай! Мен анасы сақырып жатқан сияқты. Мен қазір деп келемін. Анасы, мені сақырдың ба? Иә, бала, мен сені шақырдым. Тамақ дайын болды. Табақ. Енді солай сыртта балдар мені күтті. Келе ғой, балам, тамағыңды іш. Балам, сыртта қандай ойын ойнадыңыз? Санадан шыққан тауға ойын ойнадық. Жарайсың бол. Ата-бабаларымыз қандай ойын ойнаған? Балам, біздің ата-бабаларымыз өте көп ойындарды ойнаған. Соның бірі көкпар ойыны. Қалай ойналады? Көкпар ойыны туралы барлық ойынның жолдарын қалай ойнау керектігін сен Нұрлы ағаңнан жақсылап сұрап ала ғой, жарай ма, балам? Нұрлы аға, көкпар ойыны қалай ойналады? Бізге үйретсін. Жарайсың, Абай. Кәнекей балалар, кәнекей жігіттер, сендерге мен көкпар ойыны ойнауды үйретейін. Көкпар ойыны бұл біздің ептілігімізді, күштілігімізді, мықтылығымызды сынайтын ойындардың ойыны. Яғни екі топ бала мына тұрған серкені, ана тұрған шеттегі қазандыққа қайсы топ бір-біріне жармаса, жағаласа алады, салады, сол топ жеңіске жететін болады. Балалар, сендер дайынсыңдар ма? Кәнекей, шабай! Кәнекей, баста! Жарайсыңдар балалар, мен сендердің ептіліктеріңді, күштіліктеріңді, мықтылықтарыңа тәнті болдым. Ата-бабамыздан қалған алтын асығымды сендерге табыстағым келеді. Жарайсыңдар балалар! Алақан!